Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін фразалар тақырыбын өтеміз. Біздің ағылшын тілін нөлден бастау сабақтары соңына таяп қалды. 30 сабақпен бітіреміз. Керекті, нөлден бастап үйренетін керекті нәрселерді айтып өттім. Біз уже фразаларға келдік бүгін. Ағылшын тілінде ең көп қолданылатын фразаларды айтамын. Және солардың аудармасын қалай оқылатынын қарап жазып жаттап алыңыздар. Hello дегеніміз сәлеметсіз бе деген сөз. Ағылшында hi деген сәлем. Яғни мынау уважительный фамилиарный формасы болса, hi деген жай досыңызға айта беретін сөз. Good morning дегеніміз қайырлы таң деген сөз. Morning дегеніміз таң. Good evening қайырлы кеш. Good night қайырлы түн. Nice to meet you танысқаныма қуаныштымын. Nice to see you сені көргеніме қуаныштымын. How are you қалың қалай. I'm fine, thank you дегеніміз қалың жақсы, рахмет.